Достар сәлем, менің есімім Нұржоба Ванель, мен сексолог тренермін, және бұл сыр білім парақшасы. Бүгінгі тақырып жас үлкен әйелдердің сексологиясы. Сексологиясы деген кезде бұл жалпы төсек қарым-қатынасына деген көзқарасы, ұғымы, позициясы. Себебі менің оқырмандарым арасында бұл әйел оқырмандарым, және де жасы өте келе, немерелері болып, немесе уже балдары өсіп, төсек қарым-қатынасы бір жаңа этапқа өтеді байқағанымда. Себебі тренингтерге келгенде көп әйелдерде уже қарым-қатынас өзгереді күйеулерімен, және де осы кезде әйелдің позициясы қандай? Соған бүгін мен жауап берейін. Ең басты миф бұл жас үлкен әйелдердің төсек қатынасқа қызығушылығы өшеді, болмайды. Бұл өтірік ұғым, бұл миф. Неге? Себебі барлық жағдайлар мына жерде әйелдің психологиясына және де қоршаған ортаға байланысты. Мысал ретінде біз күнделікті өмірімізде көре аламыз, 50-де 60-тағы әйелдер мысал ретінде біреулер уже все, ешқандай қарым-қатынас жоқ, тек бала-шаға, немере бағу. Біреулерде активно күйеумен қыдырады, бір жерге барады, тиктокта көреміз, біреулер билейді бірге, күйеулерімен бірге. То есть біреулерде әркімде әрқалай, және де мына жерде әрине әйелдің өзінің шешімі, жеке шешімі. Мен қалай өмір сүргім келеді, мен қандай болғым келеді. Мына жерде дұрыс бұрысы жоқ. Себебі әр адам өзіне керегін таңдайды. Біреулер бағумен, біреу балаларға арнау, немесе жұмысқа арнау болады, ондай да болады. Толығымен жұмысына кіріп кетеді. Біреулер жоқ, мен өзім үшін өмір сүргім келеді, мен рахат алғым келеді, мен қыдырғым келеді, және де әрине бұл да дұрыс шешім. Енді әрине мына жерде айтқатыным, қоршаған ортасы көп мән береді, көп үлес қосады. Себебі қай ортада адам өмір сүреді, сол ортада уже бір ұғымдар пайда болады. Қазіргі таңда біз интернет бар, көреміз әртүрлісін, әйел адам уже өзі таңдайды, қалай өмір сүргісі келеді, әрине. Және де қоғамның бір үлкен бір давлениясы болуы мүмкін. Жоқ, сен осындай болуың керексің, осындай болуың керексің. Бірақ менің тәжірибемде әйелдер көбісі 50-ге жақындаған әйелдер, 48, 47, олар көбісі өздерін уже таңдап бастайды. Олар балалары өседі, уже кішігірім өздері жұмыс жасаған, уже өзі үшін өмір сүргісі келеді. Енді шешім бар. Біреулер жоқ, мен өзім үшін сексология тарапынан активны, белсенді болуым келеді десе, мына жерде айтатын кеңестерім болады. Себебі бұл тек қана күйеудегі, бір семьядағы жанұялы отбасы бар әйелдерге ғана емес, кейбір ажырасқан жесір әйелдер, оларда күйеуге шығып бақытты болғысы келеді, өзінің екінші бөлігін тауып, жарын тауып дегендей. Соларға айтатын кеңестерім. Бірінші кеңесім бұл денсаулықты күтімді бастау. Егер де сіз өзіңіздің жасыңызға дейін көп үлес қоспадыңыз, көп денсаулығыңызға қарамадыңыз. Денсаулық дегенде бұл сіздің денеңіз, сіздің анализ тапсырыңыз, эндокринолог, гинеколог барлығын. Бірақ көбісі қаралады, бірақ бәрібір айта салайын, бұл көріну, қаралу. Себебі климакс басталуы мүмкін, яғни осындай денедегі өзгерістер пайда болады, соған көп мән беріңіз, бұл біріншісі. Екіншісі, бұл сіздің сыртқы келбетіңіз, өзіңізге ұнайтын келбет. Күтім жасаңыз, бетіңізге бір процедура жасаңыз, косметологтар барыңыз, стиль өзгертіңіз, өзіңізге ұнаған, өзіңізге ұнайтын, өзіңізді бір уверенно сезінетін стиль табыңыз, стилист керек болса соған, өзіңізге ұнау үшін амалды жасайсыз. Себебі сіз айнаға қарағанда өзіңізге ұнауыңыз керексіз. Үшінші, әрине бұл сексология тарапынан, бұл өзіңіздің денеңізді зерттеу, көп үлес қосу. Егер де сіз уже білесіз, сіз төсек қатынастан қалай ләззат алу білесіз, сіз төсекте в принципе, өзіңізді жақсы сезінсеңіз, проблема ешқандай жоқ. Бірақ егер де сексология тарапынан сізде мәселе бар болса,
тренингтерге қатысыңыз да, түрлі там сексология тренингтері, вумбилдинг тренингтері, көп тренингтер өте көп. Бұл әйелге күшті энергия береді, әсіресе жас үлкен әйелдерге. Себебі сіз өзіңіздің сексуальностьті одан әрі дамытасыз, және де өзіңіздің денсаулығыңызға үлкен бір үлес қосасыз. Яғни бұл тренингтер өзіңізге үлкен пайдасы тиеді. Тек қана денсаулық тарапына ғана емес, бірақ өзіңізді ашу, сезіну, және де төсек қарым-қатынасын жақсарту тарапынан. Себебі көп әйелдер уже жылдап күйеуімен өмір сүре, уже қызығушылық кішкене төмендетеді. Сол жерде кішкене әйел адам ізденіп, оқып, үлес қосады күйеуімен. Күйеулері там айтамын, айтпаймын, енді бұл бөлек тақырып, бірақ жалпы екі ара қарым-қатынас жақсарады. Жас үлкен дегенде әрине көбісі сұрақ белгісі болуы мүмкін. Жас үлкен деген кім? Мысалы, кейбір әйелдер өздерін 60-та, өздерін жас үлкен мүмкін санамайды, или 40-та жас үлкен санамайды да. Мен өзім осы жыл 36-та, мен жас үлкен бі. Енді жасым жас емеспін да, айтуға болады. Уже 40-қа жақындадым. Бірақ әрине бәріміз өзімізді жас сезінеміз. Бірақ практика бүйтіп шындыққа қарасақ, бұның еш нәрсесі жоқ. Жас өсе келе әйел адам ашылады. Көп әйелдер өзін таниды, уже төсек қатынасында не қалайтынын уже айтады да. Ешқандай қорқыныш жоқ. Осының үлкен плюстары сол да. Кішкентай қыздар, олар әлі денесін танымайды да, енді күйге шыққан, денесін танымайды, ләззат алу проблемасы бар да, көп әйелдерде қысылады, ұялады. Уже үлкен әйелдер уже қысылмайды, ұялмайды, ашық айта береді, и уже біледі көбісін. Просто кейбір әйелдер енді осы жаста ғана өзін танып бастайды. Осындай әйелдерге бүгінгі видео арналған. Бұлай общий сендерге жауап бердім. Сұрақтар болса міндетті түрде жазыңыздар, мен сендерге жауап беремін. Сау болыңыздар.